Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын панкейки дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға жұмыртқаға қант қосып араластырып, жылы сүтімізді құйып, тағы араластырамыз. Ал енді ұнымызға қосытқыш қосып араластырып, електен өткіземіз. Кішкентай мөлшерден қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Барлық ұнымызды қостық, енді сармай құйып, әбден араластырамыз. Енді қызып тұрған табаға құямыз. Міндетті түрде қыздырып аламыз. Содан соң кішкентай мөлшерде қамырымызды құйып пісіретін боламыз. Астындағы от орташа болу керек. Біздің панкейкіміз дайын. Енді шоколадпен әсемдейміз. Панкейкіміз өте дәмді, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өздеріңіздің үй іштерін қуантыңыздар. Егер рецепт ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.